Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Менің каналыма қош келдіңіз. Менің видеомды қарап отырғаныңыз үшін өте қуаныштымын. Мен тек қана тексеруден өткен сәтті рецепттерді ғана ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіз. Сізге міндетті түрде ұнайды. Мен бүгінгі видеода өте жұмсақ тәтті нанның жасалу жолын көрсетемін. Сіз де менімен бірге жасап көріңіз. Қыстың күні үйден шықпай-ақ, суықта дүкенге бармай-ақ, отбасыңызға дәмді нандарды жасап беріп қуантыңыз. Қажетті заттарды описание бөлімінен қарап алсаңыз болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен жылы суға тұзымызды, дрожжи, аздап қант және сұйық майды қосып араластырамыз. Тұзымыз еріген соң қажетінше ұнды қосып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамырды илеп аламыз. Ұнды қажетінше қосамыз, жұмсақ қамыр шыққанға дейін. Видеоны соңына дейін қарап шығуыңызды сұраймын. Соңында видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылып кетуіңізді сұраймын. Осылай жұмсақ қамыр болды. Қолымызға жабыспаған кезде ол дайын деген сөз. Енді бұл қамырымыздың бетін жауып, жылы жерде 40 минутқа, 45 минутқа қойып қоямыз. Көтерілу керек қамырымыз. Қамырымыз үл-пілдек болып, әдемі болып дайын болды. Енді осыны тура 10 бөлікке бөліп аламыз осы қамырды. Дәл осы описанияда мен жазып қойған құрамнан жасайтын болсаңыздар заттарды, бұл қамырдан, бұл массадан 10 нан шығатын болады. Егер нанның көлемін үлкендеу қылып жасайым десеңіздер, 3-4 нан шығарсаңыздар да болады. Әрине көлемін өз қалауыңыз бойынша жасап аласыз. Осылай 10 бөлікке бөліп, табамызды майлаймыз. Пешімізді қосып қоямыз алдын ала. 200 градуста қызып тұрғаны дұрыс. Міне асты майланған табаға осылай домалақ етіп істеген қамырларымызды салып, бетін 5-10 минутқа тағы да жауып қоямыз. Табада тұрып, кішкене көтерілу керек қамырымыз. Он минут тұрған қамырымыздың бетін ашып, осылай саусақпен ақырындап қана әдемі формаға келтіріп, нанымыздың ортасын басып шығамыз. Қамырымыздың ортасын осылай басып, әдемі формаға келтіреміз. Сосын ортасынан тесіп шығамыз. Вилкаменен тесікшелер жасап, қамырымыздың ортасы көтеріліп кетпеуі үшін. Видеода көрсетілгендей, если сіздерде нан шұқығыш болса, әрине сол нан шұқығышпен жасасаңыздар болады. Осылай ортасын тесіп шығамыз. Сосын бетіне жұмыртқа жағып, қалауыңыз бойынша бетіне күнжіт сепсеңіз болады. 200 градуста, 220 градуста пісіріп аласыздар. 10-15 минутта дайын болады. Видеоны ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сіздерге пайдалы болса, мен өте қуаныштымын. Біреуге пайдам тиіп жатса, рецепт пайдалы болып жатса, мен одан әрине қуанамын. Маған сенім білдіріп, видеодағы рецепт бойынша жасап көрсеңіз, оған мыңда бір алғыс. Отбасыларыңызды қуантудан шаршамаңыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге Азиза. Астарыңыз дәмді болсын.